табиғат ғажайыпқа толы. Әлде біреу бәрін бүге-шүгесіне дейін ойластырып қойғандай. Бұл үйлесімді ештеңе бұза алмайды. Дима, не істеп жатырсың? Ақша жинап жатырмын. Қайдағы ақша? Бұл түрі жапырақтар ғой. Лала дүкенде жапырақ қана қабылдайды деді. Қай дүкенде? Лала гүлдің дүкенінде. Немене? Мәссаған! Лала, сөреңді әдемі жасап қойыпсың. Рахмет, Сұлу. Дүкен ашуға ұзақ уақыт дайындалдым. Енді қолда бар тауарларының бәрін ұсынуға дайынмын. Керемет! Бұл менің шаш қыстырғышым ба? Өзімнің жүк көлігімді сатып алайын деп ем. Бағасы 100 ақша. Алыңыз, мінеки. Тоқтаңдар. Тұра тұрыңдар. Бұлай ойнауға болмайды. Неге? Себебі әрбір жапырақ бүкіл ағаштың өмірінде маңызды рөл атқарады. Жапырақтардағы хлорофилдің арқасында ол айтпақшы, жапырақтарды жасыл түске бояйды. Көмір қышқыл газы мен су қоректік заттарға айналады. Бұл үдеріс фотосинтез деп аталады. Сол кезде жапырақтар жер бетінде... Сонымен жүк көлікті алсам бола ма? Иә, мінеки, қалған ақшаңыз. Планетаның өкпесі деп атайды. Эй! Жазылып, қоңырауды басыңыздар. Көріскенше!